Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Көзім шығып кетпеген ба? Алды. Не үшін? Көзім түрде болып тұр. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Камера қыл. Мен тамда сол кезде қиналғам, жылағам. Қазір бәрі тек қана естелік. Қарайсың да күлесің. Кішкене ғана жаным ашиды да көргенде потом күлем, қамыра қол деген жүрміш. Мен негізі қазақ тілі әдебиетін бітіргенмін тоже мұғалімдікті. Шындығы сол еді кешегі. Мамам да мұғалім менің тіл әдебиетте. Жақсы. 30 жылдан аса тоже стаж бар. Мектепте істейді. Мен 43 жыл болды. Күшті. Келіп әсемге жалко болды. Мына жақта кесетке, мына жақта ит жатыр. Еще банктың аты. Қандай еді банктың аты? Қойылан. Таради, барари. Элидағы номер 1 барбершоп. Yes. Fail. Third. Pass. Бабана. Уже. Хамығы Қолыңыз джунглила болып тұрғысыз. Хамығы өзі ұйықтап атсыңыр. Фейт, жаман. Қайырлы кеш болсын. Біз жанымызда кімдер бар? Қараңыздаршы. Ойбу, мына кісі. Бұл кісіні қоя берші, мына жақта. Бұрынғы жеңшем отыр. Бұрынғы. Өзіміз бар, ескілер болып жиналып отырық. Бәрін. Абылай сен арғы столда отыра тұршы, өтініш. Өзіміз әңгіме айтып алайық. Не алып келдің ғой? Сен арғы отыра тұр, біз жамандаймыз әлі сендерді деп. Сол осындай арқа-жарқа әңгіме болып жатыр ағайындар. Сендер алыңдар, заказ бере беріңдер. Любойын төлейді Абылай өзі. Бере беріңдер заказ. Уже касты мына кісіде. Не болып жатыр олар? Соқты ағайындар енді көреміз енді. Үш тамақ жеуге келді. Түсірмеші. Өтінем, түсірмеші. Ұяламыз біз камерадан. Ты что делаешь? Я вообще не Пародия. понимаю. Пародия дейді. Оқымаған. Диос. Сөзі күлкін дайындаш. Ойлы кісі арзан күлкілер бар ғой, салбасаңдаршы қыздар. Ой, Мына күлкіге сен бағана Хулио да қарамайды, білесің бе? Комментатор болғырсың. Сегодня мама очень вкусно готовит. Смотрите, как прям уже запах идет. Можешь себя Чудесно. А я снимаю. Да. А я снимаю вот. Это я и Расул. Сегодня будет очень аппетитная манта. Прям я уже чувствую запах прям. Мұрным қызыл десеңдер, мына жеріме дәу пресс шықты, біреу ғашық болып жүр ғой. Короче, бір нәрсе сатып алдым. Мен бүкіл ақшам осындай бәлелерге кетеді бір ғой. Мына қарада, мынау кассета. Бұл не десеңдер, аудио сообщение жіберуге болады адамға. Типа, бүйтіп басасың да, сосын біреуге бересің ғой. И оны удалить можно, перезаписать можно и так далее. И қараңдар. 5000 теңге осындай тұрады. Я очень тебя сильно люблю. Ана туған күніме не сыйлаймын деп отқан адамдар бүгін қысқы киімдер шығарып жатсам, менде оказывается қысқы куртка жоқ екен. Мен бүкіл киімдерімді андай беріп тастайтын апа бар, соған берем, оның қыздары көп та. И қысқы курткам жоқ. Мына курткам бар,
осыны бәрі көрген шығар, бүкіл айға да қырға да бүкіліне киіп шықтым. Мынау куртканы и то мен подругамнан ұрлап кеткем. Что вы понимали? Подругам ағасын ұрлаған, ағасы бір досын ұрлаған. Мына куртканы киіп жүргеніме 2022-ден бері 3 жыл өткен. Бұрында андай мамалар түсінбейтінбіз ғой, неге киінбейді осы кісілер деп. Мамалар бір куртканы 68 жыл киіп береді ғой, кәдімгідей. Андай бәрі дайректта не болды, блогерлар прибедняются, үшін жерде ақша алып деп. Мен сендер айтайын, негізі блогерлардың көбісі пиздец ақшасы бар адамдар емес. Ай, анау куртка жоқ деген кетсең бәрін куртка тасқа киіп қоймаңдар. Масқара. Маған ел айтқан ғой, кинотеатрдың іші салқын болады дейін Салтапа деп. Мен қалың киініп алмайын ба? Ё-моё, баняның ішінде терлемеген адаммын ғой, мен былай қарап тұрсам да. Ананың ішінде деген, жаны өлдім кәдімгідей. Шіріп шыққанша бітіп болмай, сондай кезде кино бітіп болмайды ғой еще. Сөйтіп шығып құрсын, ауа жүріп отырмын. Дала негізі салқын бізде да. Сол салқын далаға сеніп қалып, мен ана кинотеатрдың іште салқын болып қалар вдруг деп та. Қалың кино алған дойка деген жаны өлдім енді. Ал киноға келетін болсақ, барып көрсеңіздер болады. Қазіргі шығып отырған көп киноларға қарағанда айырмашылығы өте көп. Енді әмеңгерлік дегенде біздікі маңызы жоқ енді. Бар біз әмеңгерлікпен өмір сүріп отырғандар да. Так что біз жаққа нормально енді көбісіне кішкене түсінбейтіндей, әлі естіп көрмеген, құлаққа түрпідей естілетіндей дәстүр өтшар. Но мына жақта басқаша көрсетілген. Шаруамыз күшті ма? Постаматқа не келген ғой? Міне Кока-Кола лабу дейтін бәлеге қалдық құрсын. Айгара деген бар ғой, мына ютубтан неше түрлі нәрселерді көріп алады да, сосын соны сұрайды қоймай. Соны алып бермесең, сен маған алып берем деп айттың, алып бермедің, қырылыс болады соның үстінде. Маған таппай құрсын, айналғанда сол заттан Каспий магазинін алдық айналғанда. Арзан екен бірақ ояқта Кока-Кола лабу да бөлінеді екен, еще Кока-Кола дейді. Айтыңдаршы, или я избалованная, но это понятное дело. Просто когда мужик хочет, он все делает. Вот менің пониманиямда сондай адаммын мен. Өйткені мен бөлшірім, мысалға мен үйге келем, съемканы бітіргеннен кейін не істеп жатсың деген кезде мен ауырып жатырмын, мен давлением көтеріп тұр десем, бітті ұшып 20 минутта келетін машинамен келеді, еще білет мен жеңіл желпі киінетінді келеді да бүйтіп одеялосын алып келеді, орайды да машинаға отырғызады жолшыбай еще аптекаға соққан, фруктовый анау несіне соққан, бүкіл фрукты да алған, үйіне апарады мені. Үйіне апарады, андай платный врач шақырып қояды, ол келеді система салады, үйге барсам ып-ыстық мындай суптар тұрады, ол суп іш деп. Сөйтіп мен аяққа тұрғызатын. Мен сондай отношение үйреніп қоямын да, андай нормальный отношение. Құрметті оқырмандар, арнаға тіркеліп, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар.